Selam dostlar, bugün больницада екінші күн. Достар, Пупина қазір УЗИға түсіреді и басқа больницаға ауыстыратын болды. Короче, басқа больницада жататын боламыз. Мынандай халатпен жүрмін. Киімдерім, заттарым бәрін дайындап қойдым. Пупиде дайын. Постелімізді алдық. Қазір енді екінші больницаға барамыз. Тосуды. Ұйықтап жатыр, короче, мына жерде. И мынандай ужин. Мына қарасай. Жеште мына қарама. Сухарики. Короче, ашқарағы мен мына жерде. Бүгін біз больницада уже 5-ші күн жатырмыз. Қазір Пупенің үстіне бар ғой, неше түрлі шығып кеткен ғой, соны тазалайды, бірдеңе жылайтын болады. Киімдерін дайындап қойдым. Короче, біздің төсек, біздің палата тура есіктің жанында тұрмыз. Мына жерде екеуміз. Біз бөбекеміз, короче, Амина мен Кәусәрге жатып тосып тұрмыз. Терезеден қазір қараймыз. Мынау астыдағы бүгін шығып жатқан выпускаға. Шығып жатқандарға ғой, короче. Қазір мен қызым қайда жүр екен? Қай жақтан келеді екен? Апайы. Екі апайы қай жақтан келе жатыр екен? Тура мына алдыдағы зданияда мен босандым. Енді мына қарама-қарсыда біз екеуміз жатырмыз балалардың есінде. Тосып тұрмыз екі апай. Оля, ішімді қара ұрыс. Әне, Кәусәр мен Амина. Көрініп тұрсың ба? Мына жерде балкон тұр да? Сол үшін көрінбей тұр. Шандары береді. Олар да сіз қазір дала жаз болып кеткен дейсің ғой, мә. Көрінбей тұрсың. Оля, киімдер қысқа. Киімдерін қазір беріп жіберем Аминаға. Амина көз. Короче, мына киімдердің бәрі сыймай қалды бізге. Ужас. Аяғы бүктетіліп жатыр. Қызық болды ғой. Пупен бутылкасын жуамыз. Сосын өзіме чай алып келем. Чай ішетін уақыт жоқ. Достар, сіздер мені видео күтіп жүрсіздер, бірақ менде чай ішетін уақыт жоқ. Короче, столовый мына жақта. Камера тұр. Кешке ужин. И мына жақта ненің палатаның. Короче, мен сүтпен чай ішем. Я чуть-чуть расслабился.
Терезе ашық тұр. Қазір мен оны жабамын. Так тебе. Мына жақта достар телевизор қарайтын жер бар екен. Түрлерін қара. Достар, Кәусар мәміме тағы да сорпа әкеп берді. Мен чисто диетадамын. В общем, біздің палата осындай. Мына туалет, ана жерде бөпені киіндіріп шешіндіреді. Есік, и мына жақта неше түрлі тоқтар бар. Зарядка и мынандай свет. Тура мен төсегім жанында. Короче, осылай. Ұйықтаватыр бөпе. Сөйлей алмаймыз, жүгіре алмаймыз, күле алмаймыз. Тезірек шықсақ екен, бұйыртса понедельник шығамыз. Достар, короче, күніміз осылай өтуде. Бізді тоқтап жатқан жандарға көп алғысым шексіз рахмет. Біз енді бұйыртса понедельник шығамыз. Выписканың бәрін түсіретін болған видеоға. Білмеймін енді қалай тосып алады екен, бірақ мен айтқам. Ешкімді шулатпай, өзіміз ақырын шығамыз өткені. Бөпе әлі қаралу керек больницаға. Короче, менің күнім осылай өтіп жатыр. Қолдап комментарий жазып кетіңіздер. Ішім пысып, бірақ уақыт жоқ. Бір жағынан больницадан шаршап кеттім. Сразу роддомнан шығып кеткен жақсы болып еді. Просто енді бөпені қарату керек болып тұр. Өстіп жатамыз, бөпені күтіп ұйықтап тұрған. Если осындай видео қызықты болса, блогтар түсірем, қызық емес десе выпискада бірақ түсірем.